Анам өмірден өткен соң, мен үшін өмірдің мәні қалмады. Анамды тек түсімде көретін болдым. Кейде армандаймын, анамды түсімде көрген бойда сол күй оянбай кетсем екен деп. Ал оянып кетсем, қатты өкінем. Шіркін-ай, өмірде анам бір рет құлыным деп айтқанын естісем ғой. Сіз қайдар үстінге шығат. Тіліктің бәрі қалды ғой жайында. Әлде мен сен қажет пе? Бол тез. Бол дедім ғой мен саған. Су беремей бол тез жаса. Айуан, атаңа осы баладан қалдық. Үйдегі балдар аздай. Осы баланы бір дедімға өткіз жібере берген. Не болды жан даусың? Жай. Ана балаға ана жерді тырмалай салшы деп айтып жатқаным ғой. Батыржан, жүр, киіміңді ауыстыр. Шай ішеміз. Күндердің күнінде жүрегімдегі сөніп бара жатқан отқа кішкене бір сәуле түскендей болды. Себебі сыныпқа жаңадан келген апайдың дауысы тура менің анамның даусына ұқсайды екен. Тіпті апайымның үстіне себетін әтірі де дәл анамның үстіне себетін иіс суымен бірдей. Сол сәттен бастап менің анам тіріліп келгендей сезімде болдым. Сағынышымды басу үшін неге болса да баруға дайын болдым. Тіпті сол орамалды иіскеп жатқанда анам басымнан сипап жатқандай сезімде болам. Шіркін-ай, егер апайым рұқсат берсе, анамнан қалған білезігін апайыма сыйға тартар ем. Катя апай, тыныштық па? Иә, тыныштық. Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Жоқ, іш жерім ауырып тұрған жоқ. Меруерт, Иә, сенің қолың бос па? негізі шығып бара жатыр ем, не болды? Менің шұғыл шаруам шығып қалды. Маған көмектесе аласың ба? Не көмек? Менің сынымдағы сабақты аяқтап берші. Жарайды, аяқтайын, жүріңіз. Қанша сабағыңыз бар еді? Бір сабағым қалған. Жүріңіз. Тыныш, не әңгіме бітпейтін. Жақсы, сау болыңыз. Балалар, қалған сабақты мен жалғастыратын болам. Батыр, заттарыңды жинап, сыртқа шығып кетші. Батыр, мен сенің жан дүниеңді түсінбеппін. Егер анаңның білезігін маған бергің келсе, мен қабылдар едім. Енді бәрі басынан басталды. Жан сырымды бір өзіңе ғана ашып айтайын, асылайын. Сенен басқа түсінетін мені жан бар ма жалғанда? Сенен басқа нағыз батырмын. Нартай, не ақтырын суға түссей? Мен сасық түскен суға түспейм. Нартай, түсімен кім сасық? Ойнап отырмын, Батыр. Не болды сонша? Привычка ғой? Мектебің осы классың. Осында 10 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп, осыдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығын аттап кірген едік. Енді міне мектеп түлегі болып тұрмыз. Ұстаз деген ол екінші анамыз. Аналарымыз аман болсын. Біздің университеттің мақтаныштары. Әне міне дегенше, міне диплом алып отырсыздар. Ал енді жарық дүниеге әкелген ата-аналарыңыз бен білім мен сусындатқан ұстаздарыңызға
мың алғыс айтам. Құрметті ата-аналар, балаларыңызды құттап қоюларыңызға болады. Ал құтты Ал болсын. бауырым, құтты болсын. Рахмет. Жарайсыңдар. Рахмет. Жемісін көріңдер. Рахмет ағай. Құтты болсын. Рахмет. Батыр, құтты болсын. Рахмет. Ой, алтыным сол. Иә, мен арманыма жеттім. Мақсатымды орындадым. Оқуымды да үздік бітірдім. Бірақ, неге мына жұрт сияқты қуана алмаймын? Неге мына балалардай бақытты емеспін? Себебі, бұл жетістігімді анам көрмеді. Батыр айналайын. Бүгінгі алған қызыл дипломың құтты болсын. Осының бәрі сіздің арқаңыз. Сіз маған көп нәрсені үйреттіңіз. Жоқ. Керісінше. Мен сенен үйрендім. Ана деген адамның басындағы алтын тәж секілді. Бірақ оны анасы жоқ адамдар ғана көре алады.